Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз ол арифметикалық орта, медиана, мода және де өзгеріс ауқымы. Құрметті оқушылар, біздерде мынандай бір мысал келетін болса, сандар тізбегі. Мысал, 6 саннан тұратын сандар тізбегі берілген. Ол 25, 27, 30, 30, 32 және де 30. Және де осы тізбектің арифметикалық ортасын, модасын, медианасын және де өзгеріс ауқымын қарастырайық. Ең әуелі оларды таппас бұрын, олар не солының ережесін қарастырайық. Мысалы, арифметикалық орта дегеніміз, бұл жерде барлық санның қосындысын тауып алып, оны неше сан бар, соған бөлеміз. Соның қатынасына тең. Мысалы, бұл жерде барлық сандарды қосқан уақытта біздерде 174 шығады. Және неше сан бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, барлығы 6 сан бар. Демек, біздердің бұл тізбек үшін арифметикалық ортамыз 29 саны. Енді, модасын анықтайтын болсақ, мода дегеніміз ең жиі кездесетін сан. Тізбегімізге қараймыз, ең жиі кездесетін сан қайсысы? Ол әрине 30. 30 біздерде ең көп кездескен сан. Демек, біздердің бұл тізбектің модасы 30 сан. Енді, медиана. Медиана тізбектің ортасындағы сан. Қараңыздар, егер ең әуелі медиананы анықтау үшін ең бірінші өсу ретімен сандарымызды орналастырып алуымыз қажет. Сол кезде біздің тізбегіміз қалай өзгереді? 25, 27, 30, 30, 30 және де 32. Айтқанымыздай, медиана біздердің тізбектің ортасындағы сан. Енді ортасындағы сандарды анықтайық бұл жерде. Өсу ретімен орналастырып алдық. Қарасақ, бұл жерде 6 сан бар, яғни жұп сан. Жұп деген барлық 6 сан тұр. Жұп болған уақытта ортасындағы 2 санды іздейміз. Яғни қараңыздар. Бұлай 2 сан, бұлай 2 сан. Демек, дәл ортасындағы сандар бұл 2 сан, 30 және де 30. Жұп болған уақытта екеуін аламыз да қосамыз. Және де 2-ке бөлеміз. Демек, бұл 2 санның арифметикалық ортасын табамыз 30. Демек, бұл тізбектің медианасы 30. Енді осы жерде тақ түрін қарастыратын болсақ, айталық бұл жерге 35 санын қосайық. Сол уақытта біздерде барлығы 7 сан болды. Сол уақытта біздерде тізбектің ортасындағы сан 30 болады. Яғни бұлай 3 сан, бұлай да 3 сан. Байқасаңыздар, тізбек біздерде тақ болған уақытта тақ сан болатын болса, дәл ортасында бір-ақ санды анықтай қоямыз. Егер де жұп болатын болса, ортадағы 2 санды анықтап, оны қосып, екеуін 2-ке бөлеміз. Енді өзгеріс ауқымы қалды. Өзгеріс ауқымы біздерде ең үлкен саннан ең кіші санды азайтқан уақытта шығатын мән. Біздің тізбекте 35 болған жоқ. Яғни ең үлкен сан біздерде 32. Ең кішісі 25. Демек, қазір осы 2 санды бір-бірін айыратын болса, менде өзгеріс ауқымы шығады. Демек, менің өзгеріс ауқымым 32 азайту 25. Бұл тізбек үшін өзгеріс ауқымы 7 саны.